Мен ешқандай ақталап бұл жерде, болмаса баламды ақтап, інімді ақтап тұрғаным жоқ бұл жерде. Қорқып, шындығы керек, бұл үрбеленген, бұл қай-қасіреттен шаршадым. Мен тек әділ сот болуын қалаймын. Если менің кінәм болса, мені кінәласын. Бауырым кінәсі болса, бауырымды кінәласын. Мен баламды өлтірген адамды әділ жазаға кесілсін. Бірақ қазақ елінен сұрайтын, тек қазақ елінен сұрайтын. Мен ақты ақ, қараны қара деп келген жігіттерге де барлығына айттым. Менің баламның жарақаттарын да жасырмақшы болды. Мен ештеңеге таң қалмаймын әзір. Сол үшін өтініп сұрайтын, ешқандай митингі, көтеріліс болып, мені қаралап, менің отбасымды қаралудың қажеті жоқ. Десе сол мен баламды өлтірген адамдардың әкелері егер азамат болса, менің алдыма келер еді. Тиктокта, болмаса Инстаграмда үлкен кісілерді алдыға салып қойып, болмаса үйге әйел адамдар жіберіп, бұндай дүрбелең болып, бұндай әңгіме бармайтын едік. Сол себепті мен айтатын. Біздің президенттен сұрайтын, министрден сұрайтын, менің отбасыма тыныштық беруін, және де отбасымды бұл Алматы қаласынан аман есен алып шығып кетуім керек. Қалған жағында ол сот созылатыны мәлім, айдан анық. Маған келіп жатқан адамдар да, кетіп жатқан адамдар да, менен интервью алып жатқан адамдар да, мен тек осы адвокаттарыма, заңгерлеріме сенемін қазір. Олардың да бала шағасы бар. Осындай жағдайлардың бәріне болып жатыр. Сол себепті мен шыны керек, өзім үшін қорықпаймын ешқандай. Атып кетсе де, пышақтап кетсе де, соттатып жіберсе де, сол үшін айтатын. Тек отбасымның амандығы керек. Бауырым, әке-шешем, бала-шағам, соларды мен осы Алматы қаласынан, Алматы облысынан алып шығып кетсем болды, аман есен. Осы айтатын. Қолымнан келгенше сабырлықпен, ақылға салып, артын ойлап, қолымнан келгенше тырысып жатырмын. Ешкімнен қорқып, ойланып тұрғаным жоқ. Бірақ сұрайтын, жоғарыдағы президентімізден, министрден әділ сот болуын. Мен өзімнің әлсіздігімді оларға көрсетпеймін ешкімге. Шындықты айтып қойдым. Талғар облысында болыпты, акиматтағы болыпты, больницадағы болыпты. Сол үшін өлтіретін болсаңыздар да, менің бауырларым, ата-анам көрмесін. Ататын болсаңыздар да, мені жоқтап жыламасын. Менің қылмысым бар екен, олар пышақпен келді. Мен енді о жерге ұрыс ұстап шықпайтын шығармын. Болмаса қағаз алып, жалбарынып, жалынып сұрадым оларды. Қолдарынан алдым. Қолдарын еркекше беріп кетті сол жерде. Болды деп. Артынан келіп істеп отырған тірлігі. Менің отбасымның менің сол жерде мен Шерзат Нұрманат болып. Біз қан төксек, айтсаңыздар олар, қаралсаңыздар. Қан төкті бұлар, қан ішерді. Мен қан төккенім жоқ, қан төкпеймін. Неге десеңіздер, менің басымда болып жатқан жағдай, менің қарындасым, әйелім, анам қалай жылағанын көрсеңіздер, сол кезде түсінесіздер. Сол себепті айтатын, ешқандай анаға қазір соғыс бейбіт заманда ана жыламау керек, әжелер жыламау керек. Білсеңіздер, анам, әкем деп жылап, ол бір бөлек, отан деп жылаған деген вообще басқа әлем. Сол үшін айтатын, қорқыты, үркіті дейміз, ақылға, байыпқа салып, сабырға келіп, қазақ болғаннан бірде бір қазақтың қаны ақпасын деп айтарым болсын. Ал соттайын десеңіздер, соттаңдар. Жоқ, атамызды өлтіреміз десеңіздер, өлтіріңдер. Бірақ көзім жетті. Қазақстанда әділетті шешім шықпайтын. Тек бір ғана өтініш. Қазақ еліне ешқандай қан төгіс болмасын. Президент мырзадан сұрайтын, отбасында аман есен алып кетемін. Болмаса, басқа мемлекетке бала-шағамды алып шығып кетемін. Сондай моментте енді алғандар деген кезде түрлі магазинға кіріп кетті. Ол кезде балам болмаған. Сонымен артынан магазинге кіріп кетіп едім, солардың аналармен көрген кезінде мен 102-ге звондадым. Төбелес болатынын білдім мен. Бірақ ана қалжыңдап сөйледім. Шынымен сол балаларға бұйырды, акценттен түскен.
Ол жігіттің есімін білмейсіз иә? Ол Чика деді өзінің атын. Шыңғыста деген жоқ, Чинада деген жоқ, Чика деп айтты. Қысқаша енді өзінің лақап аты солай шығар. Чика деді. Ең арасында үлкендеуі сол жігіт. Түріне, бойына қарасаң түр сипаты сол үлкендеу жігіт солай. Олардың бәрі сол бір жерден жиналып келген ғой, соны шақырған. Ішке кірген кезде бір баланың сыртта бір құлағандай дауыс шықты. Сол моментте уже далаға қарай шыққан кезде шыға бергенде жаңағы бала пышақтың түрі көрген шығарған. Сонымен бір кезде есікті ашып шығып кеттім далаға. Шыққан кезінде уже жанынан бір бұтыл бетімнен ұрып, ат жағынан таспен ауыр бірдеңемен ұрып, арқама ұрып. Бірдеңемен кіргізіп тықпақшы болды, мен уже арқамды тартып үлгердім де жолдың арғы шетіне секіріп өтіп кеттім. Ол үлгермеді. Сонымен жолды айналып, уже қарасам, уже анам, шешем келіп сол жерде. Аяқ астынан таксименен біреулер естіген ғой. Осындай болады, бір машина келеді, бір машина кетеді деген жаңағы қойшы магазинде. Сол жерде бір таныс балалар айтып қалған сияқты. Сол моментте енді аналарға бірдеңе болып қала ма деп одан қорқып, одан жаңағы мен қараған кезде бір балада ғана пышақ болған кепкада жігітте. Басында иә? Басында кепка киген сол балада пышақ болған. Мен соны байқадым да, мен өзіме қарай тарттым. Артынан келсе, аналарға пышақ ұрмайды, былай алып шығып кетейін деген ғой, кішкене кеңдеу жерге төгілес сен де арқылысың, сол пышағын алып алады. Басқаларына пышақ бар деп мен ойламадым. Соны тұрған кезде бұтымен ұрып, жаңағы артынан соққы жасаған кезінде мылтықтың дауысы шықты, сөйтсем ат деп жатыр. Яғни олар мылтықты сол кезде дайындап кімнің қолында мылтық бар, кім алып келді, нақты көрмедім, бірақ мылтық атылды. Сөйтсем маған қарап атқан екен, алдында тұрған гольфтің арт жағында терезесіне тиді. Негізі алдында мен тұрған. Сол жерде балалар енді сөйлесіп нағып, сол шыққан кезінде, ұрып жатқан кезінде уже мен атады дегенде құлағым естіп қалдым. Сол қашып қалған кезінде мылтық атылды, бірақ неге машинаның гольфтің артқы терезесі тиді. Сол моментте уже акценттегі жігіт қашып бара жатты, машина отырып кетіп бара жатты. Енді толық енді миымда бәріміз сол мен уайымдап ана балам қарасам балам дауысы шықты. Сонымен оған қаш дедім. Үлкен жігіттер балама қаш деді. Сен Нұрғат біреулермен алысып жатыр екен арасында. Соны балама барам дегенше, енді жетіп барам дегенше ар жақта айналып, сен уже баламды ол папа деп, аға деп айғайлап, Нұрғат кейін папа деп айғайлаған. Соны барам дегенше аналар уже пышақтап қойған, пышақта жіберген ғой. Сөйтіп мылтықпен ұрып жатқан кезде мен артынан барып. Нұрғатты екінші біреу ұрып жатқан кезде мен уже артынан барып тағы да ұрайын деп жатқан кезде мен соны теп, енді жасырмаймын, енді тепкенде итеріп жібердім. Енді тергеу жұмысы басында ана Талғарда болған кезінде Нұрғаның бастығы бүгін тұлма егесеңіз олар мені түннің жарымда шақырып осыдан сен үстен шағым түсіп жатыр, сен үрлеп барыпсың. Мен түсіндірдім, мен ешкімге бармаймын, кек алмаймын, ешкім қанды өтпеймін, әділетті түрде сотпен заңмен шешемін. Сонымен оларға айттым, кеше магазинде видео алған екенсіздер, жаңағы маған ана акцентпен келген жігіт керек, сол магазинге кірген, сол видео қайда дедім, ол жоқ деді. Өзі нақты өз аузымен жоқ деді. Мен ашылдым. Сонымен түсіндіріп айттым, мен барғаным жоқ, мен ол үйге жолдас баламды жібердім, сол ауылда тұрамын, жолдас жігітті алдамайды. Барғанда мен енді әкесімін, ұрып соққан, мылтықпен ұрып соққан жігіттің әкесі екен. Сол жігітті шақырып, ер адамдар сияқты сөйлесейік деген әңгіме болды. Әрі бала үшін әке жауап бермейді, бала әке үшін жауап бермейді, әкесі бала үшін жауап береді. Сөйлесейін деген үйге тыныштық берер. Неге десең сол қудырдың жаңағы балдары биттің басында жүр екен, үйге халықтың арасында жүр екен, енді тыңдай ма, әңгіме тыңдай ма білмейміз ғой. Сөйтсек жаңағы жаназаға келіп жатқан сіз сияқты жаңағы телевидение дейді, заңгеріміз дейді, адвокатпыз дейді, солардың арасына кіріп үйге кіріп жаңағы видеоға түсіріп жүр екен оларда.